Мен Тасөткел орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Мырзахан Сезімбек Тасқызы. Менің ғылыми жобамның тақырыбы адам-робот қарым-қатынасының психологиялық аспектілері. Адам-робот қарым-қатынасының психологиялық аспектілері тақырыбындағы ғылыми жобаның мақсаты оқушылардың адам мен робот арасындағы қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу, жасанды интеллекттің психологиялық әсерін анықтау, мобильді қосымша арқылы таныстыру. Және ғылыми жобаның міндеті адам-робот қарым-қатынасы туралы ғылыми деректер жинақтау, психологиялық тұрғыдан адам мен роботтың байланыс ерекшеліктерін талдау, жасанды интеллект элементі бар шағын мобильді қосымша жасау. Егер адам мен робот арасындағы қарым-қатынастың психологиялық әсері зерттелсе, онда оқушылардың технологияға деген көзқарасы саналы әрі жауапты болатын еді. Робот дегеніміз белгілі бір әрекетті автоматты түрде орындайтын жасанды интеллект элементтерімен жабдықталған техника. Роботтар негізгі екі түрге бөлінеді. Біріншіден, өндірістік роботтар зауыттар мен фабрикаларда ауыр жұмыстарын атқарса, екіншіден қызмет көрсету роботтары. Мысалы, күнделікті тұрмыста, медицинада, білім беруде, тіпті қарым-қатынас кезінде көмектеседі. Психологиялық тұрғыдан ерекшелік. Адам-робот қарым-қатынасының психологиялық ерекшеліктері. Адам-робот қарым-қатынасының негізгі психологиялық ерекшеліктеріне мысал келтіретін болсам, кейбір адамдар роботты сенімді көмекші ретінде қарайды. Мысалы, шамшырош робот үйді жинаса, біз оған сенеміз. Бірақ басқа адамдар робот менің жұмысымды тартып алады деп қауіптенуі мүмкін. Роботтармен жиі байланыста болу адамның мінез-құлқына әсер етеді. Біріншіден, интроверт адамдар робот арқылы өзін еркін жеткізе алады. Екіншіден, бала роботта жаңа білімді қызыға қабылдайды. Үшіншіден, қарттар роботты серік ретінде қабылдап, жалғыздықта жеңілдетеді. Психологиялық тұрғыдан робот оқушыға береді. Қызығушылықты айтады. Кейбір оқушылар қателесуден ұялады. Бірақ кейбір оқушылар роботты есі сияқты қарап, оны қуантады, оған ат қояды, бұл да бір сенімділікті қалыптастырады. Және бала роботпен сөйлескенде өзін жалғыз сезінбейді. Бұл менің RobotPsy программа. Бұл менің өзім жасаған мобильді қосымша. Яғни бұл робот психолог. Яғни бұда дос бөлімі бар. Және дос бөлімінде егер қазіргі таңда көп адамдар өзінің досын интернет желісінде іздейді. Дәл сол сияқты бұл онлайн досымен сөйлесуге болады. Және кеңес сұрай аласың. Және мұғалімнен есептер сұрай аласың. Және сол есептер, сұрақтар қойып, оның жауабын аласың. Және бұда тесттер бөлімі бар. Яғни ол психологиялық тесттер. Оның ішінде көңіл-күй тесті, стресс деңгей тесті бар. Және әлеуметтік дағдылар тесті бар. Ішіне кірсең өте көп тесттер беріледі. Және сенің қанша пайыз алғаныңды да көрсетеді. Және бұда статистика бөлімі бар. Жалпы статистика, яғни бұл хабарламаларды көрсетеді. Мысалы, эмоцияларды көрсетеді. Сіздің хабарламаларыңызды, роботтың хабарламаларын көрсететін болады. Және бұл программаны сыныптастарыма көрсеткен болатынмын. Оларға өте қатты қызық болып, өздерінің сұрақтарын қойған болатын. Міне осы менің сыныптастарым. Және бұдан эмоциялардың таралуын көрсететін болады. Бұда өте көп. Және шарттар да бар. Және тесттер бар. Әлеуметтік, мысалы, бір тест алып, көңіл-күй тестінде сіздер қандай эмоция күшті сезінесіз дегенде мен қуанышпен бақытты алып, келесі тесттеріңізді өйстіп өткізе аласыздар. Және өйстіп сіздердің тесттеріңіз неше пайыз алып тұрғандарыңызды көрсете алады. Қорытындылай келе, адам-робот қарым-қатынасының психологиялық аспектілері тақырыбындағы ғылыми жобаны жазу барысында мен роботтардың техникалық емес, сонымен бірге психологиялық қырда бар екенін түсіндім. Мысалы, көп жағдайда адамдар роботты көмекші құрал ойыншық ретінде қабылдаса да, біз оны дос ретінде елестетуге болады. Яғни бұлай елестету адамның сезімдері мен ойлануына тікелей әсер етеді. Біріншіден, мен роботтар тарихын зерттей отырып, олардың тек техника, зауыттар, фабрика саласында ғана емес, адамның күнделікті өмірінде
ең үлкен рөл атқарып келе жатқанын байқадым. Екіншіден, тәжірибе барысында мобильді қосымша жасау арқылы роботтың оқушыға әсерін өз көзіммен көрдім, және бұндай әсер адамның көңіл-күйіне оң ықпал ететінін түсіндім. Үшіншіден, жоба мені технологияға біржақты қарамауға үйретті. Мысалы, роботтарды көмекші деп емес, жаңа серік ретінде қарастыруға болатынын аңғардым. Менің ұсыныстарым: мектепте робот техника мен жасанды интеллектке арналған мобильді қосымшалар жасалса, үйірмелер ашылса, онда оқушылардың қызығушылығы артып, шығармашылық қабілеті дамиды. Сабақ барысында қарапайым роботтар көбірек қолданылса, онда оқушылардың оқу мотивациясы күшейеді. Психология пәнінде адам-робот қарым-қатынасы көбірек тақырыбы қолданылса, онда оқушылардың көзқарасы деген саналы әрі жауапты болатын еді. Және робот оқушының оқуында, тәртібінде, бос уақытында да қолданылса, онда оқушыларға саналы көмекші бола алады. Сау болыңыздар.